Hi darlings, I'm back. Қазір бастаймыз. Менің ноутбугым алдымда тұр, сондықтан мен сол жаққа кішкене төбеге қарап жатамын сөйлегеніңізде. If you want to keep her interested, you have to act aloof. Дейді Сока. If, егер, you want to, қаласаң, want to do something, бір нәрсе жасауды қалаймын. If you want to keep her interested. Keep деген жалпы өзі сақтау, бір нәрсені бір қалпында сақтау. Сонда keep her interested, оны әйелге айтамыз, her деп. Егер де оның саған қызығып жүрген қаласаң, you have to act aloof дейді. You have to, бір нәрсе жасауың керек, бүйтуің керек, сөйтуің керек, have to do something. You have to act. Act деген ойнау деген сөз. Актер бір рөлге кіріп ойнау. You have to act, мынандай болуың керек, мынандай болып көрінуің керек, мынандай болып ойнауың керек дейді. Aloof, селқос, бейжай болып. You have to act aloof. Дейді Сока Анка. Like you don't really care one way or the other. Like, сияқты, you don't really care. Саған маңызды емес сияқты. Саған бәрі бір сияқты болып көрінуің керек дейді, иә? Like сияқты, you don't really, аса, күшейткіш, like you don't really care, бәрібір. I don't care деген ол. Маған бәрібір, маған маңызды емес деген сөз. Like you don't really care one way or the other. Не болса да, былай болса да, алай болса да, бәрібір әйтеуір, не болса да саған бәрі бір сияқты болуың керек дейді. Катара шығады. Should I eat a mango or papaya for breakfast? Манго жеуім керек пе? Әлде папайя ма таңғы асқа? Дейді Катара. Should I? Битсем жақсы ма, сөйтсем жақсы ма? Should дегенді біз бұлай жазсаң жақсы болушы еді деп айтқымыз келген кезде қолданамыз. Should I? Битсем жақсы ма, бұлай жазсам жақсы ма деп жатыр Катара. Should I eat mango or papaya? So, eat деген жеу, иә? Should I eat? Мынаны жейін ба, мынаны жейін ба деп жатыр. Should I eat a mango or a papaya? Жемістердің аты. For breakfast. Таңғы асқа, таңғы ас кезінде мынаны жейін ба, мынаны жейін ба деп жатыр. Tomorrow, ертең. Кетейін айтпақшыдай. Ойланып отырсаңыздар, неменеге Катара сұрап жатыр, ананы жейін ба, мынаны жейін ба деп. Мына эпизодты көрсеңіздер, мына жердегі тәте ол бағын ашады. Айтып береді, жорамалап, болашақта не болатынын сөйтіп Катара келіп сұрақ қоя берген оған қайта-қайта бүйтейін ба, сөйтейін ба деп. Ана кісі шаршап кетіп әбден соңында өйстіп жауап береді Катараға. Papaya деп жауап береді оған тәте. Oh, I hate papaya дейді Катара. Уф, жек көрем папаяны дейді. Hate, жек көрем. Present simple мен айтып жатыр, өйткені ол өзгермейді, біз ылғи да бір нәрсені жек көруіміз мүмкін. Сондықтан present simple, тұрмыс тіршілік сияқты. Oh, hey Катара, I didn't see you there. Дейді әң, селқос болып, acting aloof. Oh, hey деген қаратпа сөз. I didn't see you there. Didn't өткен шақта жатыр. I didn't see, көрген жоқпын. I didn't see you there, ана жерде. Кетіп бартқаныңды байқамадым, деп жатыр. Аң. Hey, аң, дейді Катара. Сәлем аң, деген сияқты. That's okay. I'm busy with my own stuff, дейді. That's okay. Бәр жақсы, жарайды. Ештен кетпейді, деген сөз. That is, анау деген сөз, негізі, бірақ мына жерде that's okay деген ештен кетпейді деп тұр. I'm busy. To be busy, бір нәрсе жасап қолымыз бос болмау. I am busy. Менің қолым бос емес дейді. With, назаттар мен, I'm busy with my own
менің өзімнің stuff, заттар. Өзім бір дүниелерімді жасап, қолым бос емес деп атырың. Одан кейін базарда Катара дейді. Papaya, please. Papaya беріңізші дейді. Өтініп жатыр, please деп. So, papaya дейді. Papaya дейсің ба дейді. So, солай ма? Солай ма деген сөз. Would you like some? Жейсің бе? Жегің келіп еді? Деп ұсынып жатыр. Would you like? Бүйткің келе ма, сөйткің келе ма бір нәрсені ұсынған кезде айтамыз. Would you like some? Кішкене. Would you like some? Қалайсың ба кішкене? You know me. I don't really care what I eat. Білесің ғой мені. Не жесем де маған бәрібір дейді. You know me. Білесің мені. Present simple тұрмыс тіршілігі. I don't really care. Маған аса маңызды емес. What I eat. Не жесем. Не жейтін маңызды емес дейді. Сына Катара. Okay then, see you later дейді. Ал жарайды, енші аман бол деп кетіп баратыр. Maybe aloof isn't my style дейді сол кезде. Бәлкім maybe шығар деген сөз. Maybe aloof, бәлкім селқос болу isn't my style. Маған жараспайтын шығар дейді. My style, style деген ол негізі бір сән үлгісі. Мына жердегі мағынада маған жараспайтын шығар. Менің стилімде, менің стайлымда емес шығар дейді. Селқос болу деп солай бітеді. What do you think about Soka's advice? Do you agree with his advice? Do you think that we need to act aloof in order to keep our love interests interested in us? Do you think that's the way to go? Солай жасау дұрыс деп ойлайсыздар ма? Ойларыңызды бөлісіңіздер. And I just wanted to remind you that you're great, you're amazing, you are smart, and you're doing great. Just keep doing it. Сіздерге үйге тапсырма. Аңды ағылшынша түп нұсқасында көріңіздер, бірақ өздеріңіздің тілінде субтитр қосып қойыңыздар, аударма субтитрді. Солай көріңіздер, рахаттаныңыздар, қызығып, жақсы көріп, қаласаңыздар қайталап көрсеңіздер болады, бірақ ол жолы ағылшынша субтитр қосып қойып, сөйтіп ағылшын тілін рахаттана, қызық көріп, үйрене беріңіздер. Мен өзім солай ағылшын тілін меңгеріп кеткем. Ал дереу тез ағылшын тілін меңгеріп, сөйлеп кетуім керек, ағылшынша сайрағым келеді десеңіздер, білесіздер, мен оқушым болыңыздар. Негізі, this episode is very interesting. Өте қызықты. You have to check it out. Бірақ бұл андай кейбіреусіне филлер эпизод сияқты болып көрінуі мүмкін. Бастапқы плотқа аса маңызы жоқ деп ойлауы мүмкін. Дегенмен қызықты осылай олардың сөйтіп күліп ойнап жүруі. I love Avatar The Last Airbender. Check it out.